Бүгінгі дүниетану сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей психологиялық дайындық жасап жіберейік. Олай болса, әрбір ісім оқу, білім, адалдық. Әрбір сөзім шындық, бірлік, адамдық. Әрбір адам туысың, досың, жұрағат. Әрбір сабақ үйрену, оқу, уағат. Олай болса, біздің әрбір сабағымыз үйренуден басталады. Олай болса, өткен сабағымызды бекіту мақсатында қазір мен сіздерге бір қадам алдыға қарай жүріп, сұрақ қоятын болам, топ бойынша жауап бересіңдер. Бірінші топқа ересек адамдарға арналған мектеп қалай аталады? Қалай? Қызылтау. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі топқа алғашқы алгебра оқулығын кім шығарады? Жарайсыңдар. Келесі үшінші топтың сұрағы, елбасы Назарбаевтың ең алғашқы шығарған болашақ шәкіртақысы қашан тағайындалды? 1993. Жарайсыңдар. Балалар, өте жақсы. Олай болса, сіздерге қазір ребус беретін боламын. Сол ребусты шеше қойыңыздар топтарыңызда. Астына жаза қойыңыздар. Шеш болды ма? Жарайсыңдар. Олай болса, бірінші топтың жауабы тыңдай қояйық. Оқи қойыңдар. Жауабы? Тоқтар. Екінші топтың жауабы? Тұңғыш. Үшінші топтың жауабы? Ғарышкер. Олай болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы тоқтар, тұңғыш, ғарышкер. Қазір біздер сіздерге топтық жұмыс беремін. Сіздер топтарыңызбен бірге ұйымдасып жұмыс жасап, және соны қорғайтын боласыздар. Бірінші топтың тапсырмасы бір сурет, бес сөйлем. Және Тоқтар Әубәкіровтің елімізге сіңірген еңбегімен Тоқтардың өмір баянын жазатын боласыздар. Сіздерге барлық топқа да дерек көздерден алуға болады. Энциклопедиядан, интернет желісінен. Енді екінші топтың тапсырмасы мозаика құрастыру. Бұл жерде сіздерден қазақ ғарышкерлерінің осы ғарышқа қосқан жетістіктері, қазақтың ғарышты игеру саласындағы жетістіктері туралы жазатын боласыздар. Міне мозаика кірелеріңіздің жерде жұмыс жасаған. Келесі үшінші топтың тапсырмасы ғарышкерге тән қасиеттерді жазасыздар. Және арманға жетудің 5 қадамы. Тоқтар Әубәкіров арманына жету үшін қандай 5 қадам жасады? Жақсы, ал топпен жұмыс басталды. Бірлесіп жақсылап жұмыс жасайық. Шындағында құрастырып ала қойыңыздар. Осы жердегі қиындықтардан керегіңізді алыңыздар. Сосын жаза қойыңыздар. Дерек көздерді пайдаланып жазатын боламыз. Егер дайын болса, қолыңызды көтере қойыңыздар топ болып. Үшінші топ бізде жұмысын аяқтаған екен. Олай болса, жұмысын тыңдайық. Ғарышкерге тәжірибелер денсаулық, білім, батылдық, тұрақтылық, арманшыл, айтқан нәрсені қайталау және еңбекшіл болу керек. Ғарышкерге тән қасиеттерді өте жақсы жазған екен. Келесі сіздердің тапсырмаларын оқи ғой. Арманға жетудің 5 қадамы. Ол үшін армандады, ұшқыштарды үлгі тұтты, білімін жетілдірді, еңбектенді, қолынан келді. Дұрыс,
дұрыс айтасың. Тоқтар Әубәкіров арманға жетуісін осындай 5 қадамнан өтті. Жарайсыңдар. Өте жақсы жарайсыңдар деген сіздерге бағалау міне. Топтарыңызға жарайсыңдар деген бағалау бердім. Келесі қай топ дайын екен? Жарайсыңдар. Бірінші топ дайын екен. Сіздердің тапсырмаларыңыз Тоқтар Әубәкіровтің өмірбаянын айтамын. Қазақтың тұңғыш ғарышкері, Қазақстанның халық қаһарманы, Кеңес одағының ұшқыш сынақшысы, авиация генерал-майоры, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы, 1946 жылы 27 шілдеде туылған. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма Тоқтар Әубәкіровтің елімізге сіңірген еңбегі. 1992-93 жылдары Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрінің орынбасары, әуе кеңістігіндегі ерлігі үшін Гиннес рекордтар кітабына енген қазақ ғарышкері. 1996-2000 жылдары президенттің көмекшісі кеңесшісі болды. Керемет. Өте тамаша. Сіздердің бағалауларыңыз тамаша. Өте жақсы. Дайынсыздар? Жарайсыздар. Сіздердің тапсырмаларыңыз Қазақстанның ғарыш тегеру саласындағы жетістіктері. Ал бастайын. Сабар 1920 жылы 2 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы кентінде дүниеге келген. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқан кезінде Союз тобы 19 ғарыш кемесімен ғарышта 126 күн болды. Ғарышқа екінші рет ұшқан кезінде Союз тобы 27 ғарыш кемесімен ғарышта 208 күн болды. 2001 жылы ғарышқа үшінші рет ұшқан кезінде Союз тобы 32 ғарыш кемесімен ғарышта 8 күн болды. Жарайсың. Келесі? Айдын Ақанұлы Айымбетов 1978 жылы 27 шілдеде дүниеге келген. 2015 жылы 2 қыркүйекте ғарышқа ұшқан. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Олай болса сіздердің топтарыңызға керемет деген бағалау беремін. Жақсы. Балалар жарайсыңдар. Енді осы сабаққа байланысты кішкене ой-ойлар жүрмейік. Сиқырлы сандықшаның ішінде цифрлар бар. Сол цифрлар нені білдіреді? Бүгінгі сабағымызға байланысты жауап береміз. Шындарыңыз бала ғой. Оқиын, қандай цифр шықты? 1946. 1946 Тоқтар Әубәкіровтің туған жылы. Жарайсыңдар. Дұрыс па балалар? Келесі топ. Ала сиқырлы сандықшадан шықты. 1995 жылы Тоқтар Әубәкіров халық қаһарманы атағын алды. Жарайсыңдар. 95 жылы халық қаһарманы атағын. Келесі топтың тапсырмасы 1965. Тоқтар Әубәкіров 1965 жылы бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Олай болса балалар, енді бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды ма? Олай болса сіздердің алдарыңызда стикерлер бар. Сол стикерлерді егер күннің белгісі болса, ол сабаққа өте жақсы түсіндік. Ал егер әлі де сұрақтарыңыз болса, айдың белгісі. Ал егер сабаққа мүлде түсінбесеңіздер, бұлттың белгісін стикерлеріңізді көтере қойыңыздар. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Олай болса мен сіздерді SMS арқылы бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқан, жауап берген балаларды SMS арқылы сіздерге балдық жүйеде бағалайтын боламын. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.